Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңіл күйіміз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тіледім. Қайырлы күн, досым, қайырлы күн болсын. 7 күннің әр күні сәттілікке толсын. Ендеше қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің мектебім бөлімі бойынша хабарлы сөйлем деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Сөйлемнің түрлерін ажыратып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қоюды меңгереміз. Олай болса, біз өткен сабақты жалғастыратын боламыз. Өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Еске түсіріп алайықшы. Иә, дұрыс айтасыздар. Сөйлемнің түрлерімен таныстық. Олар хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Хабарлы сөйлем дегеніміз не? Бірдеңенің жайын хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Хабарлы сөйлем соңына нүкте қойылады. Ал қанекей, оқулығымызды ашайық. Бірінші тапсырма. Алдымен, құрметті оқушылар, берілген мәтінге назар аударайық. Мәтіннен хабарламаны тауып, көшіріп жазыңыздар. Хабарламаның мәтіннен өзгешелігін табыңыздар. Кәнекей балалар, дұрыс жауаптарымызды экранға зер салып, өз жауаптарымен салыстырыңдар. Есіңе сақта, мәтінге қарағанда хабарламаның көлемі қысқа, шағын болады. Хабарламада нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады. Екінші тапсырмаға өтелік. Мәтінді оқиық. Онда неше сөйлем бар? Оны қалай анықтадың? Мәтінде сөйлемнің қай түрі берілгенін айтыңыздар. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жазыңыздар. Олай болса, дұрыс жауапты тексеріп алайық. Барлығымыз түгел экранға зер салайық. Құрметті оқушылар, келесі 4-ші тапсырма бойынша семантикалық кесте берілген. Берілген тапсырмалар бойынша мәтін, диалог, хабарлама түрлеріне қарай ажыратып, дұрыс жауаптардың тұсына белгі қалдырыңыздар. Кәнекей балалар, дұрыс жауаптарымызды экранға зер салып, өз жауаптарымен салыстырыңдар. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта неге қол жеткіздік деген сұрақтар бойынша ойымызды жинақтайық. Мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын таптық. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжадық. Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін қойдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, саяхат барысында алған әсерлеріңіз туралы диалог құрап келіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.